Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 99-шы сабақ, нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Алдымен балалар, біздің арнамызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бірінші жаттығу мәтінді мұқият тыңда. Абай Қарқаралыдан қайтып келген соң күні-түні кітап оқыды. Оқыған кітаптарынан көп асыл бұйымдар тапты. Абай тарихи кітаптар мен шығыстың дастан хикаяларын бас алмай оқиды. Кешкі шайдан соң Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішіне әңгімелеп береді. Зере әжесі Абайдың кітапқа ықыласын байқап, «Қарағым, осының ақыл, осы ала қағазыңнан айырылма, басқа балаларға ұқсама» дейді. Абай әжесінің сөзіне разы болып, күн сайын бір тамаша әңгіме айтатын болды дейді, Мұхтар Әуезовтен. Енді балалар, тапсырмаларға назар аударыңыздар. Мәтіннен мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, олардың мағынасын сөздіктен оқып ал дейді. Сіздерге қандай сөздер түсініксіз? Мысалы, тарихи, хикая, бас алмай оқу деген сөздер түсініксіз болуы мүмкін. Мен олардың мағынасын сөздік қордан алып жаздым. Сіздерге қай сөз түсініксіз, соны жазып, ғаламтор желісінен іздесеңіздер болады. Келесі екінші жаттығу мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта дейді. Мәтіннің тақырыбы талапты Абай деп қойдық. Яғни Абайдың талаптанып оқуы туралы жазылған ғой. Негізгі ой, оқу білім адамды өсіреді деп жаздық. Қай сөйлем мәтін тақырыбы мен негізгі ойға сәйкес келеді дейді. Сол сөйлемді жаз дейді. Бір істі бастасаң аяқсыз тастама, кітап білім бұлағы дейді. Балалар, біз кітап білім бұлағы деген сөйлемді таңдап алдық. Келесі үшінші жаттығу мәтіннен етістіктерді теріп жаз, олардың негізгі және туынды, болымды және болымсыз етістіктерге ажырат дейді. Балалар, етістік дегеніміз, яғни іс-қимылды білдіретін, қайтты, не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздер, және болымды, болымсыз етістікті білесіздер, негізгі туынды етістікті де сіздер білесіздер, Яғни негізгі етістік дегеніміз түбірі етістіктен болады, ал туынды етістіктің түбірі басқа сөз таптарынан болады. Ал болымды дегеніміз іс-әрекеттік болатынын хабарласа, болымсыз етістік іс-әрекеттің жүзеге аспайтынын білдіреді. Міне балалар, қараңыздар, мысалы оқыды деген етістікті алдық. Олар негізгі, себебі түбірі де оқу етістік болып тұр. Яғни не істеу деген сұраққа жауап береді, және бұл болымды етістік. Тапты, түбірі табу, бұл негізгі етістік, және болымды етістік. Сол сияқты балалар, біз басқа да етістіктерді дәл осылай талдап жаздық. Келесі төртінші жаттығу, қарамен жазылған сөздердің сын есім екенін дәлелде дейді. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер асыл, мысалы асыл бұйым, қандай бұйым деген сұраққа жауап береді. Тарихи кітаптар, қандай кітаптар, ала қағазыңнан, қандай қағазыңнан, тамаша әңгіме, қандай әңгіме. Яғни бұл сұрақтар, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, сондықтан сын есім болып тұр. Келесі бесінші жаттығу, мәтін мазмұны бойынша ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықта дейді. Ол үшін балалар, мәтінді тағы бір оқып шығыңыздар, және анықтау барысында естеріңізге түсіріңіздер. Мысалы, Абай күні-түні кітап оқыды дейді. Бұл мәлімет дұрыс, Ол үй ішіне әңгімелеп берді. Бұл да дұрыс. Зере әжесі Абайдың кітап оқуға деген ынтасын байқамады дейді. Бұл бұрыс. Ол басқа балаларға ұқсап өстеді. Бұл бұрыс. Келесі Абай әжесінің сөзіне риза болды дейді. Дұрыс ақпарат. Ол күн сайын бір әңгіме айтатын болды. Ол да дұрыс. Келесі алтыншы жаттығу, суреттерге қара, суреттердің мазмұнына сәйкес келетін сөйлемдерді төмендегі мәтіннен таңда дейді. Міне балалар, бізге мәтін берілген, енді мәтінді ретімен көшір дейді. Сосын сын есімдердің астын сыз дейді. Яғни міне бізде бірінші суретке қарасаңыздар, көл, үй, ағаштар, соған сәйкес мәтінді жазайық. Бірінші суретке сәйкес келетін мәтін, оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың арасында орналасыпты, жанында үлкен көлі бар дейді. Бұл жердегі сын есімдер балалар, қалың, қандай, қалың қарағайдың, үлкен көл, қандай көл. Екінші суретке сәйкес келетін мәтін, көлдің жағасында кішкене қайықтар тұр дейді. Балалар қайыққа мініп серуендеп жүр дейді. Бұл жерде
сын есімдер кішкене қайық, яғни қандай қайық деген сұраққа жауап береді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.